Армысыздар, құрметті тыңдармандар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода 1001 ауруға ем болатын асқабақ майы туралы болмақ. Видеоның соңына дейін қарап, еңбегімді бағалап, лайк, подписация кнопкасын басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Бүгінгі видео өте маңызды ақпараттарға толы болмақ. Бауыр, өт, асқазан ішектерінде проблемасы бар ауруларға ем болатын асқабақ майы туралы болмақ. Асқабақ майы туралы естіп пе едіңіз? Асқабақ майы денсаулыққа өте пайдалы өнім. Оның құрамында дәрумендер, минералдар және бағалы май қышқылдары бар. Міне асқабақтың майының негізгі пайдалары қасиеттері. Антиоксиданттық қасиеті: асқабақ майының құрамында Е дәрумені, бета-каротин және омега-3, омега-6 май қышқылдары бар. Бұл заттар ағзадағы қабынуды азайтып, бос радикалдармен күресуге көмектеседі. Яғни жүрек, қан тамырларының аурулары және қатерлі ісік ауруларын алдын алады. Жүрек саулығын жақсарту үшін омега-3 және омега-6 қышқылдары қан қысымын қалыпты деңгейде ұстап, холестерин деңгейін төмендетеді. Бұл жүрек ауруларын алдын алып, жүрек қан тамырларының жүйесін қолдайды. Асқабақ ішек жүйесіне де өте пайдалы. Асқабақ майы ас қорыту процесін жақсартады. Асқазан шырышын өндіруді ынталандырады, іш қатудың алдын алады. Ол асқазанның шырышты қабығын қорғап, қабынуды азайтуға көмектеседі. Тері мен шаш саулығын асқабақ майы Е дәруменіне бай болғандықтан теріге жұмсақтық пен серпінділік береді. Шаштың түсуін азайтады және өсуін жақсартады. Гормонды тепе-теңдікті қолдайды. Асқабақ майы гормондар балансын сақтауға көмектеседі. Әсіресе әйелдер мен еркектердің жыныс гормондарының деңгейін тұрақтандырады. Иммунитетті нығайтады. Құрамындағы мырыш бар болғандықтан асқабақ майы иммунитетті көтеріп, ағзаның қорғаныс қабілетін күшейтеді. Бұл әсіресе маусымды суық тию және инфекциялардан сақтауға да көмектеседі. Асқабақ майын салаттарға қосып, таңғы асқа аз мөлшерден ішуге болады. Дегенмен де оны шамадан тыс тұтынбаған да жөн. Себебі оның құрамындағы калория мөлшері жоғары. Асқабақ майы өттің жұмысын жақсартатын және өт жолдарының саулығын сақтауына ықпал етеді. Міне асқабақ майының өтке тигізетін негізгі пайдасы: өт бөлінуін ынталандыру. Асқабақ майы өт бөлінуін ынталандырып, ағып шығуын жақсартады. Бұл өттің тұрып қалуын, яғни застой болдырмайды және бауыр мен өт қабынуын жұмысын жеңілдетеді. Өттің тазаруын көмектеседі. Полиқанықпаған май қышқылдары бар. Ол өтті жаман холестерин деңгейін төмендетіп, өттің тастарының пайда болуын алдын алады. Бұл өттің ағзадан дұрыс шығуына және оның тазарып отыруына ықпал етеді. Бұл әсіресе өт қабының қабынуы, холестерин немесе өт жолдарының қабыну процестері бар адамдар үшін маңызды. Ас қорытуға пайдалы. Ас тағамдарды тезірек қорытуға, ішекті газдар мен қышқылды азайтуға әсер етеді. Бауырға жүктемені азайтады. Өттің дұрыс бөлінуі бауыр артық жүктеме түсірмеуге көмектеседі. Асқабақ майының құрамындағы пайдалы заттар бауыр жасушаларын қорғап, оның қызметін жеңілдетеді. Асқабақ майын өтке және ас қорытуға пайдалы болуы үшін күніне 1 шай қасықтан ішкен дұрыс. Дегенмен өт жолдарына қатысты аурулар болған жағдайда, әсіресе өт тас аурулары кезінде дәрігермен кеңесіп барып тұтынған дұрыс. Асқабақ майын қайдан аламын десеңіздер, үлкен дүкен сөрелерінен және де дәріханалардан табуға болады. Асқабақ майын пайдаланбастан бұрын дәрігермен кеңесіп барып қабылдағандарыңыз жөн. Қазіргі уақытта көп адамдардың гормондары бұзылып, көптеген ауруларға шалдығып жатқан жайы бар.
Асқабақ майы гормондық тепе-теңдікті сақтауға және гормондардың деңгейін реттеуге оң әсер етеді. Оның гормондарға тигізетін негізгі пайдасы өте көп. Әсіресе ерлердегі тестостерон деңгейін және әйелдердің эстроген деңгейін тұрақтандыруға әсер етеді. Жыныстық гормондарды қолдау асқабақ майының құрамындағы мырыш ерлердегі тестостерон гормонының қалыпты деңгейде сақтауға көмектеседі. Пайдалы қабынуды азайтады. Құрамындағы омега-6, омега-3 пайдалы май қышқылдары гормондардың жүйесінің жұмысын қолдайды және қабынуға қарсы әсер береді. Бұл гормондардың деңгейінің құрамындағы сақтауға ықпал ететін, әсіресе етеккір циклін реттеуге көмектеседі. Дәл қазіргі уақытта көптеген адамдарда қалқанша безінің қызметі бұзылып жатқан жайы бар. Асқабақ майының құрамындағы пайдалы майлар бұл антиоксиданттар қалқанша безінің дұрыс жұмыс істеуіне оң әсер етеді. Бұл метаболизм және гормондық тепе-теңдігі үшін маңызды. Антиоксиданттар гормондық ауытқулардың көңіл күйді және жалпы өте пайдалы өнім. Стресс гормондарын реттеу асқабақ майының құрамындағы магний және антиоксиданттар кортизол сияқты стресс гормондардың деңгейін тұрақтандыруға көмектеседі. Бұл жүйке жүйесінің жұмысын жақсартуға және жалпы гормондық тепе-теңдікті сақтауға ықпал етеді. Асқабақ майы гормондық денсаулықты қолдау үшін күніне 1-2 шай қасық мөлшерінде қолдануға болады. Бірақ гормондық жүйеде елеулі ауытқулар немесе аурулар болған жағдайда оны қолдануды дәрігердің тек тағайындауымен ғана қолданған дұрыс. Менің видеом сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Менің арнама тіркеліп, подписация кнопкасын басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Менің арнамды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алыңыздар.